Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметтей бір тамақ жасап көргім келіп тұр. Бұл яғни өте оңай, тез жасалатын, қараңыздаршы, ерекше тамақ болып тұр. Сондықтан мен бұл тамаққа әлі ат қойып үлгерген жоқпын. Ең алдымен табамызды қыздырамыз да, қызып тұрған табамызға пиязымызды салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Пиязды осылай төрт бұрыштап турайсыздар, және де бір дана пияз жеткілікті болды маған. Өздеріңіздің қалауларыңызша, адам санына байланысты көп болса, көбірек қосып жасасаңыздар болады. Пиязым жақсылап 2-3 минут қуырылғаннан кейін қызанағымды төрт бұрыштап турап, оны да жақсылап тұрып, осы пиязбен араластырып 2-3 минуттай қуырып аламын. Қуырылып болғаннан кейін астын басып, кішкене 1 минуттай бұқтырып қоямын. Міне осыдан кейін бәрі бұғып дайын болғаннан кейін кез келген нәрсе қолдансаңыздар болады. Сіздерде қандай ет түрі бар, соны қолдана беріңіздер. Менде мына тауықтың төс еті бар екен. Осыны төрт бұрыштап турадым да, бірге қуырдым. Егер сіздерде фарш болатын болса, яғни фарш қоссаңыздар болады. Мысалы, кез келген қандай бар начинка сондай дайындай берсеңіздер болады. Мен осылай тауықпен жасап көргім келді, тауықтың етімен. Енді тұзымызды салдым, одан кейін кішкене қара бұрыш қосып жібердім. Осы жеткілікті. Томат ештеңе қосқан жоқпын, себебі қызанақ қостым, және де түсінің қатты қызыл болғанын қаламадым. Міне осымен біздің начинкамыз дайын болды, ішіндегі салмасы. Енді менде лаваш, кәдімгі дүкеннен алған лаваш. Сіздер қолмен жасасаңыздар да болады, дайын сатып алсаңыздар да болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін жаңағы дайын салмамызды салып, осылай бір бетіне ғана салып шығасыздар, екінші бетіне салмайсыздар. Одан кейін кез келген сыр болады. Менде үйде осындай сметанадан жасалған сыр бар екен. Соны қосып жібердім. Одан кейін лаваштың екінші жағымен жабамыз да, міне қараңыздар, қатты баспаңыздар, жай ғана ақырын басасыздар да. Одан кейін қызып тұрған табада осыны сыры ерігенше екі жағын қызартып алатын боламыз. Сіздерде енді мынандай осындай таба болмайтын болса, онда сіздер кәдімгі газға қыздырып солай істесеңіздер болады. Міне мен екі жағын осылай аударып алдым. Одан кейін ішіндегі сыры еріді. Қазір қараңыздар, мен сіздерге ашып көрсеткім келіп тұр. Асты жабыспайды, ешқандай да уайымдамаңыздар, ешқандай да жабыспайды асты. Міне осымен дайын болады. Қазір екіншісін тағы бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне бірінші бір жағын салып аласыздар, содан кейін екінші жағын аударасыздар. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Қараңыздар, керемет болып шығады. Прям жесеңіздер бар ғой, енді мен айта алмаймын. Сондықтан сіздер де жасап жеп көріңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар.